Көк байрақты балуан. Испан жұртының ата-бабасынан мұра ғажайып ғимараттары мен 20 ғасырдың өлшемімен өрнектелген сәулетті құрылыстар жарасым тапқан қаласы Барселона 1992, яғни мешін жылы. Шілденің 25 күні бесін ауа бөлік бір түрге еніп еді. Республика музейінің иек астындағы Испания алаңындағы ұзыннан ұзақ фонтандар тізбегі төрткүл дүниеге сауын айттырған қаланың ақшулан жалыс бетті. Әлемнің 200-дей елінен ат шалдырып жеткен мың сан жанкүйер фонтанның қос қапталымен жоғары өрлеп барады. Қызуғанды испандар сазды әндерін шырқата салып, кернейлетіп, барабандарын дүң-дүң ұрады. Жұмыр жердің бар бояуы осы көштің үстінде. Жер жаһандағы жанкүйер біткеннің жүрек дүрсілі осы ұлы көштің кеудесін кернеп тұрғандай. Ұлы көштің төбесінде жыпырлаған ту, әркім өз туын көкке созады. Бірақ Корейдің ақ туы талайдың қызғанышын тырнап оятқаны анық. Бойы 2 метрге жуық, 2 иығына 2 кісі мінгендей, жас шамасы 40-тардағы Корей азаматы қолына найзадай ұзын сапты ту ұстаған 16-17-дегі бозбаланы мойнына отырғызып алыпты. Танауы делдеген бозбала айналасына масаттана қарап қойып, туын желпейді дейсің. Ақ туы елден ирек желбіреген корейлердің айдарынан жел есіп келеді. 3 қазақтың қолында ең құрыса бір ту жоқ. Осымен 3-ші Олимпиадаға жол түскен белгілі фототілші Дендербай Егізов ағамыз Никон фотоаппараты салынған қобдиді 2 қолына кезек ауыстырады. Ара-тұра қалт тоқтап, егеменді Қазақстанның спорт шолушысы Ермұрат Бапи екеумізді сырт еткізіп суретке тартуды ұмытпайды. 2 көзіміз өзгенің туында. Ішіміз әлем-жәлем. Орыстың бодандығынан жарты жыл бұрын босаған қазақ елінің көк байрағы қолымызға тисе, көппен бірге көкке көтерер едік ау. Дәл қазір ғайыптан көк ту ұстаған бір ініміз пайда бола қалса, бәсіміз биік болсын деп иығымызға тік тұрғызып көтерер едік ау. Сонда көк байрақты қазақтың кім екенін мына жұрт таныр еді, еріксіз қызығар еді, мойындар еді. Ай шіркін ай. Музейдің дәл алдындағы тас дуалға жетіп, артымызға көз тастадық. Фонтанның қос қапталымен өрлеген халықтың шегі көрінбейді. Сүт пісірім уақыттан кейінде Монжуик стадионына жеттік. Стадионның маңы құмырсқаның илеуінде қайнап жатыр. Әр тұста құйрығы жалы сүзілген бір арғымаққа мінген тәртіп сақшылар тұр. Қылғұйрықты көргенде іші бауырымыз елжіреп сала берді. Полицейлер кілең сирақты, кеуделі, сауырлары төңкерілген қазандай сәйгүліктерді іріктеп мінген екен. Аса мүсейін асынған дәкең фототілшілердің тобымен ілгері озды да, Ермұрат екеуміз таңдай жібітейік деп оңға бұрылдық. Бір жұтым Кока-Коланың құны $3 екен, біздің ақшамен 465 сом. Демеушілердің санап берген валютаның шетінен кертіп, Олимпиаданың ашылуында ішпеген сусынды қашан ішеміз деп бір кеседен тартып жібердік. Таңертең танысқан Беларусь малдаман журналистері қазақтар бай екен деп бастарын шайқасты. Қайдағы байлық? Қайда барсаңда бүйіріңнен түстетін қазақы мінез ғой біздік. Испан королінен 6 аттам жерге жайғастық. Оң жағымдағы бұйра шашты қара торы жігіт Пеленің жерлесі. Carreiro Brazilians журналының қызметкері Шагас де Париас Маркондес екен. Қазақстаннан біз деп едік, онда елді білмеймін дегенді ыммен білдірді. Біз ағылшыншаны зорға қиюластырып, ара-арасында амдап жатып, Совет одағының бодандығынан босанған қазақ елінен біз дегенді әрең түсіндірдік. Маркондес мырза қолымыздан құшырлана қысты. Біз Пеле Гаринча, Жайрзиньо, Загало деп аяқ топтың даңқты шеберлерін атай бастап едік, 2 езу 2 құлағына жетті. Өкінішке орай біздің спорт серкелерінен ешкімді аузына алмады. Сонысына өзі де ыңғайсызданып қалды. Ұзамай де Монжуиктің төріндегі 70 адамды әнмен, сазда әуенмен өрілген ғажайып көріністер арбап алды. Жұмыр жердің жанары да стадион төсіне тігілгені айдан анық. Олимпиаданың тұсаукесер рәсімін 3 миллиард адамның теледидардан тамашаланған ертеңіне естідік. Стадион төсі жонындағы күн сәулесі жарық-жұрқ ойнаған теңізді елестетеді. Бір кезде 10 жұп ескекті кеме толқынды тіле зулайды дейсің.
Енді бір мезет кемедегілер желкендерін кере бастаған. Осы замат қылыштарын жалаңдатқан теңіз қарақшылары кемелерді тұс-тұсынан қамап алды. Аспан шатырлап, көк жүзін қар сайырып найзағай жарқылдады. Тағдыр талайы теңізбен өзектес, испан елі бастан кешірген қилы күндер көз алдымызда көлбең қақты. Осындай ұлы тойға талай-талай тар кезеңді бастан кешіріп жеткендерін өнер тілімен айта білген испандарға риза боп отырып, өз халқымыздың қиямет қайымға толы тағдыры көңілді толқындатып өтті. Әп-сәтте көкіректі мұң шалды. Теңіз төсі қанды қырғын. Италияның маңдайындағы жұлдызы дүние жүзі табынатын Паваротти әуелеткен ән тұла бойды иітіп, көкіректегі мұңды тез сейілтті. Іле-шала мың бұрала билеген атақты Кристина Ойос есті алып, қанды қыздырды. Бір сәт көзіміз желке тұсымызда отырған испан журналистеріне түсті. 3 журналистің жанарлары мөлт-мөлт етеді. Көкейде осындай күн біздің басымызға қашан туар екен деген тәтті арман жылт етті. Грекия дүлдүлдерін алға салып, әр елдің спортшылары рет-ретімен алаңға шыға бастады. Ермұрат екеуміз бірдей мазадан айырылдық. Қазір Алла жазса, қазақ елі үшін тарихи сәтті көзбен көреміз. Қазақ болғалы Олимпиадаға өз туын көтеріп бармап еді. Бүгін Алаштың көк байрағын бүкіл қазақтың ардақтысы, біздің досымыз Дәулет Тұрлыханов ұстап шығады. Алаш туын Олимпиадасында айтулысында алғаш көтеретін Дәулет қандай бақытты еді. Алаш туы тұңғыш рет желбірейтін Олимпиадаға жолымыз түскен біз де бақыттан құралақан емеспіз ау. Әне Дәулет, Ермұрат екеуміздің үніміз жарыса шықты. Көзімізді ашып жұмып қайта қадалдық. Дәулеттің өзі бізден бұрын көрген жан жоқ сірә. Өн бойымыз алабөтен шымырлап, құшағымыз айғаса кетті. Көз шарасына іркілген ыстық жасты сүртпей тағы қарадық жолына. Дәулетжан спорттық тарихымызда із тастап нық басып келеді. Басқан ізіңнен айналайын сұңқарым. Қазақ үшін ең бір қимас, ең бір керемет сәтті қол созымнан көруге жазған Құдайға мыңда бір рахмет. Арыстандай ағаларымыз армандап өткен өз туымыз тура тұсымызға жете бергенде, әлде бір құдірет еркімізден айырып, Дәулет, Дәулет деп жан ұшыра айғайға бастық. Қолымызды қайшылай сермеп, шырқырап тұрмыз. Қап, қолымызды бұлғайтында ештеңе жоқ. Ту сыртында Қазақстан деген жазу бар, жейдемді шешіп алып, Дәулетке қарата желбірете ұстағым келіп кетті. Үстімдегі жейдені шешкенмен ауыстырып кие қоятын киім әкелмеппін. Оның үстіне мынандай салтанатты ортан белден жалаңаш тұрғаным ұятау деген ой қасқағымда есімді жиғызды. Дәулет, Дәулет! О, құдірет! Араның ұясындай гуілдескен 70 мың адамның шуынан қос қазақтың үні басым шығады деп кім ойлаған? Құдай қолдап, періштелер жебеген шығар. Дәулет біз жаққа жалт қарады. Елсіз аралда жалғыз қалып бара жатқандай өңешті жырта шарқыратық. Тарбағатайдың тастай тұмасына тілін төсеп, Ақшәулінің қиясынан қанат қаққан қыран Дәулет мың сан адамның арасынан бізді таныды. Оң қолын көк байрақтың сабынан босатып, көрдім дегенде білдіріп, бұлғап қойды. Тұрған орнымыздан ұшып кетуге шақ қалдық. Көк байрақты Дәулеттен басқа дүние көзден де, көңілден де көшкен. Дәулеттен 5-6 қадам кейін келе жатқан көгалдағы хоккейдің сұрмергені Берік Қазы Сексенбаевты көзімізге оттай басылды. Одан сәл кейінірек қос боксшымыз Болат Жұмәділов пен Аркадий Топаев ширақ басып барады. Қолдарындағы құстың қанатындай ғана көк жалау енді бір сәт қалықтап көкке ұшып кететіндей. Стадионды Испанияның ел ұраны кернеп кетті. Ізінше алып астаудай стадионды шападағыны шаттыққа толтырды. Еркінде ерке испандықтар бақыттан бастары айналып, тұла бойларын қорғасындай балқытқан шексіз қуаныштан көздеріне жас алды. Испания спортшылары ақ кептердей шляпілерін қалқыта бұлғап, алшаң басып келеді. Салтанат аяқталуға таяғанда құшағын жайып Дәулет жетті. Сол көзі қатты қандалап тұр. Зәреміз қалмады. Көзіңе не болды? Жай, деді Дәулет күліп. Жаттығуда бір жігіттің қолы байқаусызда тиіп кетіп, ертең ақ жазылады. Андағың жай жарақат емес, дедім шыдамай. Жарысқа дейін 3 күн бар, түгетпейді. Байқа, деді Ермұрат. Бапкерлерің сынықтан сылтау іздеп жүрмесін. Онсыз да кейінгі 3-4 айда тартқан
тауқыметің аз емес. Екеуміздің иығымызға қолын артқан балуан ақырын ғана басын изеді. Осы кезде анандай жерде топталып тұрған Карелин бастаған балуандар біз жаққа қолдарын бұлғады. Дәулет пен Беларусь Алексей Демишкевич қолымызды қысып үзеңгілестеріне беттеді. Сүт пісірім уақыт бұрын күндей күлген көңіл алайдүлей. Ермұрат екеуміз бір-бірімізге жалтақтап қарай береміз. Біреу тілімізді кесіп алғандай үнсіз сыртқа беттедік. Көзінің етіне тырнақ тиген тәрізді, деді Ермұрат бір кезде. Қой, дедім жұлып алғандай. Солай секілді. Саған солай көрінген шығар. Дәулеттің тағдыры қолында тұрғандай Ермұратқа тесіле қарадым. Досым аз-кем үн қатпай тұрды да, біз білетін Дәулет жерге қаратпайды. Етінен ет кесіп алсаң да қыңқ демейтін батыр емес пе, деді сенімді үнмен. Мына сөз көңілге кәдімгідей демеу болды. Бірақ үміт пен күдік қатар қоныс тепкен көңілде тыншу жоқ. Дәулеттің жүдеп жадаған жүзі, қанталаған көзі қайта-қайта елестейді. Әулие әмбилер жебей көр, ата-баба аруағы жар бол. Ермұраттың әлгінде ғана тұтатқан темекісінің тұқылы ғана қалыпты. Дондағы Ростовтағы жеңіс олимпиада жолдамасын түпкілікті қолға ұстата қоятынына Дәулеттің өзі де күмәндетті. Бекер күмәнданбаған екен. ТМД құрамасының бас бапкері боп бекітілген Михаил Мамиашвили біріншіліктен кейін іле-шала өткен оқу-жаттығу жиындақ түлкі бұланға сала бастады. Дәулеттің бетіне күле қарағанымен көңіл түпкіріндегі тұрлаусыздық қалтқыдай қалқып шыға берді. Бұрынғы КСРО құрамасының қыр-сырына әбден қанық Дәулет Мәскеудегілердің өзінен гөрі Виктор Маловты іш тартатынын бұрыннан білетін. Енді міне Кеңес одағы ыдыраған тұста мәскеуліктердің қабағы бұрынғыдан бетер қыртыстана түсті. Осыдан сескенген біраз балуан олимпиадаға қатысу үшін туған елдерінен безіп Ресейге қоныс аударды. Дәулет мұндай пиғылдан аулақ. Ресейдің олимпиадалық комитеті басшылардың есі дерті Маловты айтулы бәсекеде бір сынап көріп өтті. Мойны озық шықса, құдайлардың бергені. Онда 7 жыл бойы бет қаратпаған Дәулеттің алдын ораудың орайы түскен. Тоқпағы мықты болса, киіз қазық жерге кірет демекші, көктем туа өтетін Еуропа біріншілігіне Малов қатысатын болды. Осы мәселені талқылау үстінде бас бапкер Михаил Мамиашвили Малов Еуропада жеңсе Дәулет екеуін олимпиадаға таяғанда белестіреміз. Қай жеңгені Барселонаға барады деп еді. Еуропа біріншілігіне жүрер алдында Маловтың Еуропада бағы жанса, Дәулет далада қалады деген әңгіме гуете қалды. Қазақ елінің грек-рим күресі құрамасының бас бапкері Таңат Сағындықов мына сөзді естігенде қап-қара боп түтігіп кетті. Дәулеттің де іші әлем-жәлем. Содан екеуі Еуропа біріншілігі біткенше сең соққандай күй кешті. Мақтым сынған Маловты Еуропаның кілең көк жалдары тулақша сілкілеген екен. Жасы 27-ге келгенше бір елдің аясынан аспаған мәскеулік балуанның шу дегеннен десі қайтқан сонша, жеңімпаз бен жүлдегерлердің қарасын көруге де жарамады. Жүні жығылған Малов кезекті жиында бұған тура қарай алмай тайсақтап жүрді. Бірақ Мамиашвилидің тағы бір атары бар екен. Енді ол Карданов деген ресейлік балуанды сүйреуге кірісті. Карданов бұдан әлдеқайда жас, қос бармағынан күш саулаған абай төстің өзі. Әйтсе де әдіс айласының ие қана қоймаған балуан. Осыны жақсы білетін Мамиашвили мен ресейлік бапкерлер Кардановтың әдіс айласын ұштауға күш салып бақты. Мұның бәрін күнделікті көріп, біліп жүрген Таңат пен Дәулетте аяған жоқ. Бір күні Мамиашвили Дәулет пен Кардановты беттестірді. Дәулет Кардановты оңдырмай жықты. Шарасы таусылған Мамиашвили, олимпиада қарсаңында тағы күресесіңдер. Олимпиада жолдамасының тағдыры сол белдесуде шешілуі мүмкін, деді сазарған күйі. Таңат Карданов қай жетістігіне бола олимпиада жолдамасына қол созады дегенді айтып қала жаздап, өз-өзін әрең тежеді. Мәскеуге арқа сүйеген Мамиашвилиден қаймыққандықтан емес, бір ауыз сөзім Дәулетке кесір болар деп қауіптенгендіктен іркіліп еді. Әнеміне дегенше алуштадағы жиын аяқталып, Таңат Сағындықов 74 килограмда аты шыға бастаған Бақтияр Байсейітов үшеуі Алматыға оралды. Келесі күні ертемен спорт министрлігіне жапсарлас орналасқан оқу спорт кешенінің күрес залына келсе, Таңат пен бапкер Жәкен Махметов күйіп пісіп жүр екен. Сөйтсе, республикалық жоғары спорт шеберлігін шыңдау мектебінің басшылары жаттығу үшін тиісті ақыны төлемепті. Қазақтың алдағы олимпиадаға жалғыз үміті сенен ақша аяған ағаларға несіп болмас деп Таңат кілемнің шетіне сылқ етіп отыра кетті. Дәулетжан,
деді Жәкең ағасы әлденеден ыңғайсызданғандай кейіпте тұтыға сөйлеп. Сендер ана жақта жүргенде бәрін сақадай сайғып қоюымыз керек еді. Сонша шырылдағанымызбен республикалық мектептің директоры сөзімізге құлақ аспады. Күрес салын бірдеңе қып табамыз-ау, моншаға күшіңді қалпына келтіретін орталыққа тамаққа да ақша төлеген жоқ. Өзге олимпиадашылар алаңсыз жаттығып жатқанда сенің жоқ жерден таршылық көргенің жаныма қатты батып отыр. Дәулет мына сөзге сенер сенбесін білмеді. Басқа дәл олимпиада қарсаңында өзі қатты сыйлайтын ағалардан мұндай жамандық көрем деп ойламаған. Байыбына барып көрсе, бұл дегеніміз мұны қойш, бүкіл бір халықтың намысына көлеңке түсіретін қылық. Әлдегімге өкпелер болған күннің өзінде олимпиададан тіттеген бауырларының жолына кесе көлденең тұрмаулары керек еді ғой. Алдарынан кесіп өткендері жоқ. Өкпелері, реніштері болса, жаттығуына кесір қылмай бетіне неге айтпайды? Осы қазір құйыңдатып барып бетпе-бет сөйлесем бе екен? Жоқ, ол кісілердің алдына жығылатындай мойында қарызы жоқ. Аға дегеннен басқа жазығы болса, өздері айтсын. Егер осы жасағандар рас болса, жалынбайды. Жаттығатын жерді өзі табады. Тілектес азаматтар бар, Құдайға шүкір бар. Ағалар, деді Дәулет ширыққан үнмен, жүріңіздер, осы бойда Қабден ағаға барайық. Таңат пен Жәкен үндеместен соңынан ерді. Құдай ондағанда Қабден Байдосов орнында екен. Аяқ астынан кіріп келген бұларды көрген бетте мол денесін тез игеріп, орнынан атып тұрды. Ассалаумағалейкум аға, деді Дәулет қос қолын ұсынып. Уағалейкум ассалам әлім. Әбден жүдеп кетіпсің ғой. Келші, бауырыма басайын. Кезінде қазақ күресінің қара нары болып, алғаш спорт шебері атағын алған Қазақстан мен Орта Азияның әлденеше дүркін чемпионы Қабден Байдосов інісіне кең құшағын жайды. Иә, бұйымтайларыңды айтыңдар, деді Қабден Байдосов амандық саудықтан кейін. Жаттығатын жер іздеп келдік, деді Дәулет іркілместен. Сенің іздегенің қалай? Олимпиадаға баратын адамға бәрі даяр тұру керек емес пе? Деп Қабден қарсы сауал тастады. Республикалық мектеп басшылары менің бар екенімді ұмытып кетсе керек. Министрліктің қасындағы залға ақшасы төленген жоқ деп кіргізбей қойды. Бұлар сұмдық екен. Қабденнің қара торы жүзі түнеріп сала берді. Бір халықтың жалғыз үмітінің жолына жылан болып жатқан өз қазағымыз. Әй, күресті сорлатқан осылар ғой. Жүріңдер. Байдосов алдындағы қағаздарын тартпаға салды да алға түсті. Күрес залына кірген бойда Дәулет сырт киімін шеше бастады. Өу жігіттер, салмағы күшті Дәулетке сай балуандарың қайда? Деді Қабден Таңат пен Жәкенге қарап. Мен кеше ғана Алуштадан келдім, деді Таңат. Жоғары мектептегі ағалар бәрін ойластырып қоюға міндеттеді. Бүгінше Жәкен екеумізбен белдесе тұрады. Ертең бір жағдайын қарастырамыз. Дәулетпен ұстасуға жарайтын 2-3 жігіт керек деп күнде қақсаймын. Директорға бәрібір, міне, енді ініміздің алдында жер шығып отырмыз, деп Жәкен төмен қарады. Әй, қазағым-ай, деп Қабден Байдосов басын шайқады. Жаттығу 2 сағатқа созылды. Таңат пен Жәкен келесі жаттығуға мұның інісі Марат пен тағы бір жас балуанды шақырды. Жәкен ағасын алғашқы күнгі жаттығу қатты қалжыратып тастапты. Сонда да сыр бергісі келмеді. 2 жас жігітте мұның тегеуіріне сай болмады. Салмақтың аздығы, күштің кемдігі әр ұстасқанда байқалып тұрды. Дәулеттің айызы қанбағанын байқаған Жәкен білекті түріп өзі кірісті. Бірақ 40-тан асқан соң бойдағы қайратта қайта бастайма қалай, кешегі жаттығуда салдырап қалған аяқ қолы икемге келер емес. Содан не керек, Алуштадағы келесі жиынға дейін жөндеп жаттыға алмады. Республикалық мектеп басшылары бұған ерегіскендей райларынан қайтқан жоқ. Елден жабырқап аттанған Дәулет бар түйін осы сапарда тарқатылатынын білді. Ресейліктердің Кардановтың аст үстіне түсіп жатқаны анық, бұған қарсы қайрап салатындар тағы белгілі. Арқа сүйір ағалары бар Кардановтың намысқа тырысып арқаланып, айбаттанып, айғасатынына еш күмәнім жоқ. Бұл да аянбайды. Кеңес империясының тұяқ серпер сәттегі сілкілеуінен сескенбейді, жағаласып бағады. Әрбірден соң 7 жыл бойы империяның жағасын жыртқандай етіп, бар бәйгесін қанжығаға байлаған мұның қасында Карданов кім? Мәскеу 1000 жерден марапаттап, арыстанға баласа да, Бозгілемде мұның аруағы басым. Намыс буып, қатты ширыққан Дәулет Кардановпен белдесетін күнді асыға күтті.
Көптен бері іштей арбасып, көзбен атысып жүрген екеуі ақыры ұстастау. 2-3 минут сырын алып, сілкілесуден аспаған Дәулет белдесі ортадан ауа бере қайратына мінді. Кердендеп жүрген Кардановтың құты қашты. Дәулеттің сол жамбасына ілігіп кескен теректей сұлап тұрған Карданов енді бір сәтте жауырынымен жығылды. «Нағыз жігітсің», деді командор Маджидон бауырына басып. «Вот, Тұрлыханов, Барселонаға жол аштың». Александр Карелин күректей қолмен иықтан қақты. Мәскеулік бапкерлер тым-тырыс иіндер түсіп кетіпті. 2 күннен кейін ТМД құрамасының бапкерлері кеңесі Барселона олимпиадасына үміткерлерді дауысқа салды. 13 адамның 12-сі Дәулетті жақтаса, Варнадағы әлем чемпионатында жеребеден жаңылған Проказов қана бұған қарсы болды. Дәулет белдесетін күні таң бозынан ояндық. Күн ала бұлтты күн, олимпиада бойтұмары бейнеленген жел ұшақтың қонақ үйдің үстінде ұшып жүрген жақсылыққа жордық. Оразамызды ашқаннан кейін Дендербаяға фотоаппараттың шаруасымен баспасөз орталығына кетті де, Ермұрат екеуміз бірден дене шынықтыру институтының күрес сарайына тарттық. Жолай Дәулетжан үшін садақа деп алақан жайған әйелге 100 песеттен ұстаттық. Кембағал жан кәдімгідей риза боп қалды. Күрес сарайының баспасөз орталығына бізден бұрын түрік, корей ағайындар келіп үлгеріпті. Корейлер жылы шыраймен бас изеп амандасты. Орта жастағы 2 түрік журналисті бізді көре сала ағысып орын ұсынды. «Ассалаумағалейкум ағалар» деп қосырлана үн қаттық. «Әлейкум салам» деді түрік ағалар қос қолдап амандасып. Еңсегей бойлы самайын қырау шалған бүркіт тұмсық көзілдірікті кісі Стамбулдағы Саба газетінің бас редакторы Олықын Шал, ал орта бойлы тығыршықтай кісі Тержұман газеті бас редакторының орынбасары Әли Күміс мырза екен. «Дәулетке келдіңіздер ғой», деді Олықын Шал өзімісіне үн қатып. «Дәулетті көптен білесіз бе?» деді Ермұрат іле сауал тастап. «Сеулде керемет күресті», деді Олықын Шал бас бармағын шошайтып. «Корейлер жолын кеспегенде алтын алыр еді. Дәулет әдемі күреседі, өзі де келбетті жігіт» деп Әли Ермұрат екеумізге кезек көз тастады. «Сіздердің әкіп пірімдеріңізде мықты» дедім, алдымдағы кофеден бір жұтып қойып. «О, жақсы балуан», деді Олықын Шал шын пейілімен. Геннадий Сапунов мықтап бастады. «Чемпион болса, той жасар едік». Мен орнымнан тұрып, 62 және 82 килограммда белдесетін балуандардың тізімін және бүгін күресетіндердің аты жөні жазылған парақтың бірнешеуін алып келдім. «Дәулеттің салмағы аздау екен», деді Әли басын шайқап. «Әлем чемпионы Фаркаш пен поляк Стефан және Фини Ниеми 85 килограммнан. Ал аса күшті неміс балуаны Зандер 87 килограмм екен. Бірақ Дәулет жеңілмеуге тиіс. Мен бірдеңе білсем, қазақ ағайындарға бір медальды осы Дәулет әперетін секілді». «Аузыңызға маяға», деді Ермұрат жұлып алғандай. «Қазір біз сімілі деп венесуэлалық Луис Рондонды жықса, кешке Стефанмен белдеседі». «Рондонды шыдатпайды», деді ұлық аға сенімді үнмен. «Стефани былтырғы әлем чемпионатында 5-ші орын алған мықты, екеуі әбден айқасатын болады». «Бұйырғанын көреміз», дедім, дауысым дірілдеңкіреп шықты. Олықын Шал жымиып, иығымнан қағып қойды. Айтса айтқандай, Дәулет Луис Рондонды оңай жықты. Рондон Дәулетке қарағанда кесек, салмағы да ауыр, бірақ әдіс айлаға доғдалдау екен. Біздің жігіт бар болғаны 2 минут 12 секундта сол жамбасқа салып, сілейте соқты. Төбеміз көктіреп, баспасөз орталығын бетке ұстадық. Дәулеттің тұсаукесте жеңісі көз алдымнан кетер емес. Көздің қиығымен Дендербаяға қарап қоям, өңеш сорайған Никонның иығына асып алған. Әлгіндегі жеңістің буынан алшаң басады. Шашын шалқайта қайырып тастап Ермұрат келеді. Дәл қазір үшеуімізден бақытты жан жоқ секілді. Барселона уақытымен кешкі 5-тен 40 минут кеткенде Дәулет пен Стефан Акілемінің 2 шетінде тұрды. Тәңертеңгідей ортадағы Б-кілемінде белдестірсе қайтер еді. Қанша дегенмен Дәулеттің бойы үйреніп қалған кілем. Санада қылаң берген ойды Ермұрат қайтайын деп бір оқталдым да райымнан тез қайттым. «Осы сенің ағарымың таусылмайды» деп кейсе не демекпін. Дәулет толқуын баса алмай тұрған тәрізді. Сырт көзге сыр бермейтін сабырлығына басып, сілейіп тұр. Стефан шиыршық атады. Дәулет ауырып қалғаннан саумы өзі деген күдік ұялады көкейге. Тәңертең таяқтастам жерден көргенде көзінің қызарғаны кәдімгідей қайтқандай еді. Ал сүт пісірім уақыт бұрын балуандар бой қыздыратын залға әйнектен көз салғанымызда бапкерсіз
жалғыз өзі қыздырынып жатыр екен. Сол сәт Мамияшвили баптамаса да өзіміздің Валерий Рязанцевтің қасында болатын жөн емес пе деп ішіміз қанжылаған. Бірақ жамандыққа жорымайық деп тез кер қайтқанбыз. Стефан ұстаса бере оң қолмен жақтан салып өтті. Дәулет сабырдан айырылғандай тап-тап береді. Ананың қимылы еркін, өзі еңселі, мығым, Дәулет сидам. Әне, біздің жігіт сол жамбасқа салды. Жоқ, қырсыққанда Стефанның боқа мойнына оратылған білек сусып кетті де, Дәулет өз екпінімен етпеттей жығылды. Төрешінің сұқ саусағы шошаң ете қалды. Бір ұпай Стефанның уысында. Поляк балуаны біздің жігітті ту сыртынан қырандай бірді. Аунатса, ұпайы еселемек. Жанымыз Дәулеттің бауырында жатқандай шырқырап тұрмыз. Төрттағандаған Дәулеттің бауыры кілемнен ажыраған жоқ. Енді Дәулет ат ойласын. Еркінсіген Стефаннан қауқар кетті. Бар білгені шегіншектей беру. Шар еткен төреші ысқырғынан кейін Стефан төрттағандады. Аруақ! Үнім қатты шықса керек, дәл алдымда отырған Александр Карелин артына бұрылып қолымды қысты. Аруақ! Стефанды аш белден қапсыра құшақтаған Дәулет өп деп толғай тартты. Болмады. Стефан қара тастай болып жатыр. Аруақ! Табанды нығарлай тіреп, алапат күшпен тағы бір жұлқылағанда поляктың аяқ қолы ауа қармады. Дәулетке ілесе жұмыр жерді кіндігінен тартып солқылдатқандай күйде біз тұрмыз. Дәулет Стефанды тік көтеріп алған бойда бір жамбастай бере гүрс еткізді. 2 ұпай. Қадырбек, Дәулет ұтып тұрып ешқашан ұтылған емес. Бізге молынан бұрылған Карелин осылай деді. Аузыңа май Саша. Кілем үсті апыр-топыр. Әлгінде ғана жай оғындай жарқылдаған Дәулет тізгінді сәл іркуі мұң екен, төреші ескертуін көлденең тарта қойды. Жанымыз мұрнымыздың ұшына тірелді. Қалған 41 секундта Стефан Дәулетті аунатып кетсе. Атама! Стефан қолды белге салғанда орнымыздан тұрып кеттік. Әне, әкетіп барады. Жоқ, айналайын. Дәулет алдыртпады. Енді бір тартуға күші жетеме Стефанның. Қасқағымда көз алдымыз буалдыр тартып, дүние дөңгеленіп жүре берді. Стефан белден іліп ештеңе өндіре алмасын сезіп, жаны ұшыра қолын қолтыққа салды. Қапелімде мұндайды күтпеген Дәулет қапы қалды. 2-де 3. Қалшайып тұрмыз. Енді біздің жігіт жұмарлап жатыр. Бір көзіміз төрешінің оң қолында жұдырығын түйіп алыпты. Қараптан қарап төрешіге Дәулет кетіп барады. Не істедің, Дәулет? Тозаққа салдың ғой, пешенемізге жазылғаны осы ма? Дендербай аға мен Ермұрат арқан бойы алды. Иіндерінен су кеткендей, бастары салбыраңқы. Кеңсіргім удай ашып іркіле бердім. Екеуі менің кідіргенімді байқап, тоқтап ет, жүре беріңдер дегенді ұқтырып, қолымды сермедім. Сол бойда кілт бұрылып қонақ үйге тарттым. Қонақ үйдегі кезекші әйел түрімді көріп шошып кетті. Бөлменің кілтінің қолыма ұстатып жатып, ағылшынша әлдене деді, түсінбедім. Әйтеуір мені аяп тұрған білем. Иманды кісі екен, бөлмеге дейін еріп келіп, бір кесе сусын ұсынды. Көп рахмет дедім қазақша. Ол кісі қатты қапаланба дегенді ыммен ұқтырып шығып кетті. Іш удай ашиды. Жан дүнием айдалада дауыл шайқаған тұлдыр ағаш тәрізді. Дәулеттің үміті бір жолы үзілмегенін біле тұрсам да, кеудені қорғасындай құрсаған зіл батпан күйден арылар емеспін. Әлден уақытта барып, Стефанның жолында көктемде өткен Еуропа біріншілігінің күміс жүлдегері Чех Фринта, әлем біріншілігінің күміс олжалаған Румын Аргирра, қабыландай қайратты Фенниеми, әбден тіс қаққан болгар Христофтар тұрғанын ойлап, көңіл шіркін сәл-сәл жұбанайын деді. Дәулеттің де бұлармен ұстасатынын ойласам, миыма мың сан ине шаншылғандай. Жан мұрынның ұшына тірелді. Кеше швейцариялық Мартинеттиді тулақша қаққан Фринта бүгін Аргираны оңдырмай шықты. Бәйгеден дәмелілерден әзірге Стефан мен Ниеми ғана сүрінген жоқ. Пендешілік дегенді қойсаңшы. Стефан ертең Ниеми мен Фринтаның біреуіне түссе, дейді ішкі ойым. Артынша қой. Біреуге мысық тілеу болған жақсылық емес. Дәулетжан қалған белдесулерде қамшы салдырмаса, өз тобынан озуға тиіс деп ой арнасын оңға бұрған болам. Бірақ әлгінде ғана шырқы бұзылған көңіл күмәнға бой алдыра береді. Қармаусыз, қайрансыз халде қалған қиын екен. Бір ойды екінші бір ой кимелейді.
Есіме Дәулеттің осыдан 3 жыл бұрын Швейцарияда болған әлем біріншілігінің ақтық белдесуінде аргираны жыққаны оралды. 89 жылы жұмыр жерде жан баласын шыдатпаған Дәулет пен екінші жүлдегер Аргира күндердің күнінде Стефан мен Христофтан кем соғамыз деп ойладым екен. Дүние кезек деген осы. Ол кезде Стефан мен Христоф бұл екеуінің маңайынан жүре алмайтын. Дәулет сол әлем біріншілігінің жартылай финалында болгардың бетке ұстары Теневті әбден діңкелетіп еді. Енді міне Теневтің орнын Христоф басты. Стефан нағыз өлерменнің өзі екен. Егер ертеңгілік белдесуден аман өтсе, жүлдеге, тіпті бас бәйгеге қол созуы мүмкін. Кім білет, Аргира, Фринта, Христофтардың шегінетін жерлері қалған жоқ. Дәулетте тығырыққа тіреліп тұр. Бұл кеште Олимпиаданың бар қызығын алдына тосатын теледидар келгеннен бері бірінші рет үн-түнсіз тұрды. Кешкі ас ішілген жоқ. Алуштадан оралған бетте Қасен Қаратай бабаларының басына тәубе етіп қайтсам деп еді. Оның сәті түспеді. Семей жаққа тартып кетсе, Қынабай марқұмның ауылына барып келуге үлгермейтін түр бар. Содан үй ішімен кеңесе келе, әке-шешесі бабаларының басына Гүлнәр екеуі Мырзашөлге аттанатын болды. Жетісайға іргелес қарапайым ауыл Дәулеттің Олимпиада қарсаңында арнайы ат басын бұрғанына қатты қуанысып қалды. Бәрінен де Есенқара әке мен Жаңылыс ананың қуанышы бөлек өтті. Ұлымның аруағын сыйлап, жылының үстінен түскеніңе мыңда бір рахмет деп Есенқара ақсақал Дәулетті бауырына басты. Қосағың мен қосағар құлыным, үлкен жолдың алдында ағаңды еске алғаның, көргенділігің, аталарымыз өлі риза болмай тірі байымайды дейді. Келін екеуіңді сырттарыңнан баламыздай көріп жүрушік, екеуіңді көріп бір жасап қалдық қой. Рахмет әке. Құлыным келіш, маңдайынан сүйейін деп иегі кемсең деген Жаңылыс ана құшағынан артық көрді ғой. Жарағым, баланың артында қалған азап екен. Қой кемпір, қазақтың батыры келіп тұрғанда жылаған нес деп Есекең бәйбішесіне басу айтып жатыр. Қынабай марқұмның басы ақ кірпіштен көтерген екен. Зират қабырғасына ілінген Қынабайдың бейнесіне көз түскен сәтте Дәулеттің жон арқасы шымырлап қоя берді. Топырағың торқа болсын асыл аға, деді Дәулет іштей күбірлеп. Құдайдың рақымы жаусын. Ертеңіне алматыны бетке ұстады. Болат пен Мәрзия да көп кешіккен жоқ. Әке-шешесі Қапанбұлақ ауылының ақсақалдарын Қасен бұлағының басына жинап, сол жерде ата-баба аруағына бағыштап мал сойып, Құран оқытыпты. Үлкендер жағы аруақ сыйлап, балуан ұлға бата сұрап келген Болат пен Мәрзияға дән риза болған екен. Көпшілік Қасен бұлағына су ішіп, бұлақ басындағы қасиетті терекке ақтық байлапты, Дәулетке ақ жол тілепті. Мына қызыққа қара, деді Болат шай үстінде. Ауылдағы спорт қуған балалар жарысқа барарда Дәулет ағамыздай боламыз деп, біз тұрған үйдің жанына тізе бүгеді екен. Арымшылдарын көрмейсің бе? Осыны естігенді мына шешең көзінің жасын бір сүртіп алды. Рас, деп жүзі алабұртқан Мәрзия отағасының кесесіне қолын состы. Дәулеттің тұла бойын бір әдемі сезім шарпып өтті. Олимпиадаға жүретін күні әке-шешесі үлкен үйдің ауласына 2 дөңгелек үстел жасап, Болат төргі малдас құрып жайғасты. Ал ұлым, деді Болат бұған мейірлене қарап. Бүкіл қазақтың намысын арқалап бара жатырсың. Үлкен жолда ата-бабаңның аруағы жар болсын. Мына 7 құдайынаннан аруақтарға тие берсін деп ауыз тиіңдер. Бісміллә. Болат пен Мәрзеден тараған 10 бала мен келін, немерелердің 4 көзі түгел отыр. Амантай, Мұрат, Бақыт, Әнуар, Боранбектер де осында. Ертеңнен бастап мына үйді әктеп жөндеуге кірісеміз, деді Мәрзия көпшілікке жағалай көз тастап. Дәулетті тойына деп арымғы бастағалы отырмыз. Дұрыс апа, деді Амантай. Алла жаса сол күнге де жетеміз. Аузыңа май ұлым, деп бөкең Амантайға бұрылды. Бұйырғаны Болатты. Кешкісін бір қауым ел әуежай басына келді. Дәулетжан, деді анасы қоштасар сәтте әппақ түйіншекті қолына ұстатып жатып. Әкең екеуміз өткен сапарда ата-бабаларыңның басынан бір уыс топырақ ала келіп едік. Сөмкеңнің бет жағына сақта. Қиналсам маңдайыңа тигізіп, аруақтар жар болады, періштелер жебеп жүреді. Дәулет үнсіз басын изеді де анасының иығына маңдайын төседі. Жұрт бірін-бірі кимелеп, ұшақтың табалдырғына табан тірегенше асық. Дәулет елдің соңын ала, оң аяқты алға салып мінді. Алда ұлы дода Барселона Олимпиадасы. Артта тақымын қысқан қалың ел.
Үшінші кезектегі қарсылас былтырғы әлем біріншілігінде немістің аты шулы балуан Зендер мен Фринтаның жауырын жері иіскетіп, 4-ші орын алған итальяндық Арнесто Рацино екен. Дәулет кешегідей емес, жұлқынып шықты. Арнесто шу дегеннен қармаққа түсті. Дәулеттің қолы белге тию мұң екен, итальяндық балуанның аяғы аспаннан келді. 4-0. Біздің жігіт қарсыласына 5 минут бойы еш жиғызған жоқ. 0-8 боп, Рацино кілемнен тәлтіректеп зорға кетті. Стефан швейцариялық Давид Мартинеттиді еркін еңсерді. Ең өкініштісі, Фринта мен Христоф итжығыс түсіп, жарыстан шығып қалды. Былтырғы әлем біріншілігінде дүниежүзінің чемпионы венгр Фаркаштың тісі батпаған Павел Фринта өз тілеулестеріне ғана емес, бізге де өкініш ұстатып кете барды. Өз елдің біріншілігінде әлемнің екінші жүлдегері Ангеловтан асып түскен Христофқа да бұл сәтсіздіктің оңай соқпаған анық. Екеуінің біреуі Стефанмен айқасса, бұлай өкінбес пе едік, кім білсін. Поляктың жолында жалғыз Тимо Тиеми ғана қалды. Ниеми ертеңгісін Аргираның жолын кесті. Кешке Дәулетпен белдеседі. 82 килограмм салмақтың 3-1 көкжалын жер соқтырған Ниемидің беті қатты. Былтыр Вернада Дәулет бір жұлқынғандақ жауырынмен түсіп еді. Бір жылда жалы күдірейіп, қайраты қабындап, нағыз сентр мен атайынның өзі болыпты. Дәулет пен Ниеми кілемнің екі шетінен шыға келгенде жүрек ауызға тығылды. Ниеми мығым, аяқты маңғас тастайды. Біздің жігітті бір бүргеннен тұрғызбайтын дәрізді. Бірін қырдың көк жалы, екіншісін мәңгі мұз құрсаған мұхиттың ағайуы дерсің. Дәулет сасатын емес, бірден тықсырды. Анау біздің жігіттен сескенетін секілді. Үш мықтының мысын басқан балуанға құсамайды. Жанымызды жегідей жеген күдікті Дәулеттің жойқын қимылы сейілтіп жіберді. Сен соққан балықтай мәңгірген Тимо Ниемиді төреші 4 тағанға салды. Ермұрат екеуміз шырқырап орнымыздан тұрып кеттік. Дәулет дәунемені белден орып, әуіп деп шірене тартып еді. Анау теңіздің жайынындай шорш балдыртпады. Намыс буған біздің жігіт бәрібір қоймады. Тимо құлаған жардай боп гүрс ете түсті. Ермұрат екеуміз бір-бірімізді бас салдық. Дендер баяғы фототілшілердің алдына шығып кетіпті. Никаны тынымсыз сыртылдап жатыр. Енді Дәулет етпет деді. Аюдай қорбандағы Ниеми біздің балуанды аяқ қолын тыпырлатып жұлқи тартқан сәтте Дәулет өкшені кілемге қадап, Ниемиді шалқылата қос аяқтың серпінімен артқа атырылды дейсің. Аруақ! Мұндай әбжіл қимылды күтпеген Ниемидің құрыштай білектері Дәулеттің аш белінен ажырап кетіп, қас қағымда кеуде тұстан оратыла бергенде біздің жігіт қос шынтақпен құрсауды бұзып жарып, кілем шетіне атылды. Ниеми жер тоқпақтап жатыр. Жан күйір біткен араның ұясындай гуілдесіп кетті. Қазақ қардаштар деген таныс үн талып жетті құлаққа. Жалт қарасақ, Олықын шал екен. Ермұрат екеумізге күректей алақан созып тұр. Осы жасыма дейін 4 тағаннан Дәулеттей құтылған балуанды көрген емеспін. Ғажап. Тфә деңіз аға. Тфә. Олықын шал екеумізді иықтан бір-бір қағып, орнына жайғасты. Кілем үсті апыр-топыр. Арғы бетте кернейлетіп, дүңкілдетіп әкетіп барады. Оған қарайтын Дәулет аюдай қарсыласын шырғы үйріп жүр. Секунды құрғырда мысық табандап зорға жылжиды. Әй, бітті-ау 5 минут. Бітті. Олықын шал Ермұрат екемізді мол құшағына бір-ақ қысты. Ертең Ниеми Стефанды жығып берсе ғой дедім, үздігі үн қатып. Шіркін-ай, деді Ермұрат та, алай түлей сезімін тежей алмай. Ниеми Стефанды жыға алмады. Дәулет сағын сындырып тастаса керек, тағдыры шешілетін жекпе-жекке салбырап шықты. Финнен 3 ұпай олжалаған Стефан топ жарды. Екінші топтан әлем құрлық чемпионы Хун Петер Фаркаш озды. Дәулет пен швед Магнус Фредриксон қола жүлдеге таласатын болды. Көңіліміз пәс. 2 жыл бұрын қазақ спортының тізгінін ұстаған Қаратай Тұрсынұлы мен кезіндегі атақты боксшы министрдің орынбасары Қазбек Әшіләевтің қабақтары салыңқы. Спорт газетінің бас редакторы Несіп Жүнісбайұлының жүзі түнеріп тұр. Зілдей Никаны тізесін соғып, Дендербай ағамыз келе жатыр. Біз үшін бұл олимпиаданың қызығы қалған жоқ. Ертең Дәулет қолаға қол жеткізсе, соны қанағат тұтамыз. Маңдайының соры 5 елі қазақ, көк байрағы тұңғыш желбіреген олимпиададан несібесі кем боп алмақ. Бұған кейінгі 20 жылда Мәскеудің иығына жығылудан басқаны білмеген спорт басшылары кінәлі. Дәулет қолынан келгенін істеді. 2-1 олимпиадада қазақты жерге қаратқан жоқ.
тарихқа жүгінсек, қатарынан 2 олимпиадада қанжығасы майланған жүлдегер болған тұңғыш қазақ осы Дәулет Тұрлыханов екен. Мұндай ұлды алтын әпермедің деп қалай жазғырасың? Спорттың жалына жармасқан әр қазақ баласы байрақты жерде дәулеттей олжалса, өркенді елдермен үзеңгі қағыстыруға жарар едік. Құдайдың көзі тура болса, ондай күнде туар. Бізден түрік ағайындар бақытты екен. 62 килограммдағы әкіп пірімдері финалға әлем чемпионы Сергей Мартыновтан басым түссе, 90 килограммда белдескен хоккей базар түрік ағайындарға күміс медаль сыйлады. Осының бәрі Сапуновтың арқасы, деді Әли күміс шыңпейілмен. Даңқты Қасым Айбасымыз Токио олимпиадасында алтын алғаннан бергі 28 жылда олимпиада тұғырына шыққан түрік болмап еді. Әкім пірім Қасым ағасының ізін басты. Сіздер қапаланбаңыздар, жалғыз Дәулет қазақтың бар жыртығына жамау болмайды. Кешке медаль әперсе, рахмет айтыңыздар. Түріктер тағы бір алтыннан дәмелет. Германияның атынан күрескен түрік Вильдис Рифат Кари Анхан Бонктен соңғы секундтарға дейін 3 ұпайға озық тұрды. Түріктің туы желп-желп етіп, Рифаттың көтермешілері кең сарайды көшіріп жіберуге шақ тұр еді. Белдесу бітуге 1 минуттай қалғанда шашы тікірейген Бонг намысқа басты дейсің. 4 минут бойы тер боп саудаған күші әлдебір құдіреттің жебеуімен бойына қайта құйылғандай Корейдің қарқыны көрер көзге үдеп барады. Қарап тұрып, айзын қанат, ерексіз еміне түсесің. Енді Корейдің ақ туының айбыны басты. Бауырларының айғайы одан сайын арқаландырған Бонг Рифаттың 2 аяғын бір етікке тықты. Әлгінде ғана 3 ұпайы кем Корей енді сынық сүйем алды. Әне, бүкіл Корей кілемге қарай тұра шапты. Полицейлер мен төрешілер өре түрегіліп, тосқауыл қойғанша бір Корей кілемге шығып кетті. Сол бойда Бонгтың аяғын құшып, жылап жіберді. Бонг те ботадай боздап, секіре жөнелді. Біз болсақ, сілейіп тұрмыз. Кешкісін Дәулет Швед Фредериксонды келістіріп ұтты. Электронды қоңырау күмір өткен сәтте біздің балуан боз кілемге етпетінен құлай кетті. 3-4 адым жерден жанарындағы мөлт-мөлт өткен жасты анық көрдік. Өкініштен өзегі өртеніп жатыр-ау азаматтың. Бәлкім бас бәйгесі бұйырмаған боз кілемге көз жасым тамсын деп жатқан шығар. Әлде енді төсіңде алшаң баса алмайым, ащы терімді сүртіп ал деп олимпиада кілемімен қоштасып жатыр мекен. Хунгарияның жүйкесі темірдей балуаны Петер Фаркаш ақтық бәсекеде Петр Стефанды қиналмай шықты. Сәлден кейін олимпиада чемпионы Петер Фаркашқа, күміс жүлдегер Петр Стефанға, қола жүлдегер Дәулет Тұрлыхановқа 82 килограмм салмақтық жүлделері табыс етілді. Фаркаш қолындағы шоқ гүлді хун қыздарына, Стефан поляк қыздарына сыйлады. Дәулеттің гүліне қол созатын қарагөз қарындасымыз жоқ еді бұл сарайда. Ерінен жымқыра тістеген балуанымыз гүлін хун қыздарына тарту етті. Кешкісін Петр Фаркаш Дәулетті ресторанға шақырды. Сенімен белдеспей, олимпиада чемпионымын деуге аузым бармайды, деді Петр дәм үстінде. Әуелі финалға шықсам дедім. Өз тобымнан озатыныма көзім жеткен сәтте сенімен беттесем деп армандадым. Құдай ол арманыма жеткізбеді. Сен емес, мен өкінуім керек. Петердің сөзін зейін қойып тыңдаған Дәулет осылай деді. Саған жетпей жығылғаныма өмір бойы өкінетін шығармын. Сен бақыттысың, Петер. Бақыт деген олимпиада чемпиондығымен ойланбай айырбастар едім, бірақ Петер үндеместен алтын сағатын шешіп мұның қолына тақты да. Мен қаймығатын жалғыз балуан сенсің, деді бұған тура қарап. Осы сөзімді ұмытпа, саған сыйым болсын. Дәулет те қарап қалған жоқ. Алтын шынжырлы қалта сағатын Петердің алақанына салды. Ертеңінде Дәулет елге аттанды. Олимпиаданың бар қызығы таусылғандай құлазып қала бердік. Қалған күндер бір сыдырғы өтті. Еш жарысқа Дәулетке барғандай құлшынбадық. Қазақтың жан тартпайды, қан тартады деген ой көкейді түтпектей береді. Әркім әрғилы әңгіме өрбітіп жатқан шығар. Кімнің аузына қақпақ боласың? Жел сөз Дәулеттің бір жеңісінің қасында көктейін. Жеңіс мәңгілік. Шыр етіп дүние есігін ашқан кезінде әжесі Сара Дәулет деп ат қойған ұл ат жалын тартып мінуге жарағаннан бері халқының намысын жыртудан аянған емес. Елі сол үшін еркелетеді.
сол үшін тілеуін тілейді. Олай болса, балуан Дәулет халқының перзенттік парызын өтеді деп қылаусыз көңілмен айта аламыз. Ендігі несібесі келешектен. Қыдырбек Рысбекұлы. Оқыған Қуат Ахметжанов.